Бұл оқиға оңтүстік Қазақстан облысының бір шағын ауылында болыпты. Отау құрғандарына небәрі 5-6 жыл болған Дәурен мен Айсұлудың ауылға қоныс аударғанына аз ғана уақыт болатын. Дәурен тұла бойым тұңғышым, артымнан ерген тұяғым деп ұлының атын Ізбасар қойды. Ал одан 2 жасқа кіші қызының есімі Ләйлә. Жан жары Айсұлудың төркіні қалада тұрады. Ал өздері бұл ауылға Дәуреннің шаруасына қолайлы деп көшіп келді. Сатып алған үйлері тәп-тәуір. Жаңа үлгімен салынған баспананың түр сипаты еңселі, айналасындағы үйлермен салыстырғанда сондай көзге ілінеді. Күн артынан күндер өтіп, жұбайлар бақытты өмір сүріп жатты. Дәурен күні бойы жұмыста, ал әйелі Айсұлу шаңырақта бала тәрбиесімен айналысатын. Айсұлу үйде жүргенде сәл тыныштық орнай қалса, әлдебір заттардың сырынан селк ете түседі. Алғашында үй жиһаздарының сыры шығар деп Айсұлу ештеңеге аса мән берген жоқ. Түн түндігі түріліп, тыныштық орнаған кезде Айсұлу әлдекім еденді жайпарақат басып, әрлі-берлі жүрген секілді дыбыстардан оянып кетіп жүрді. Құлағын салып тыңдай қалса, әлгіндегідей дыбыс жоғалып кетеді. Бірде ол таң атта мынандай оқиға тап болды. Жолдасының таңғы асын беріп, жұмысына шығарып салған соң, Айсұлу төсек жинауға кіріскен. Күйеуінің көрпесін сілке жинап жатқанда, бірнеше жыланның бұралып жерге сарт ете қалғанын көріп, зәресі зәр түбіне кетеді. Дереу Дәуренге хабарласып, мән-жайды айтады, бірақ ол бұған айтарлықтай мән бермейді. Қорқыныштан қол-аяғы дірілдеп кеткен Айсұлу асханаға барып, су ішпек болды. Дереу асханаға жүгіріп келіп, ыдыстағы суға еңкейе бергенде, еденмен жоғарылай жүріп, ас үй жиһазының артына қарай кіріп бара жатқанын аңғарды. Сол күні Айсұлудың ештеңеге қолы бармады. Құдды бүкіл заттың арасынан жылан шыға келетіндей қорқыныш сезімі пайда болды. Кешқұрым Дәурен жұмыстан келген соң, оқиғаның барлығын жолдасына бүге шегесіне дейін айтып берді. Дәурен жатын бөлмедегі төсек орынның айналасын, асты-үстін барлық бөлмелерді түгелдей тінтіп шықты. Бірақ ешқандай жылан ізін байқамады. Арада бірнеше ай өтті. Бұл кезде жанұяда жылан туралы қорқыныш сәл-пәл сейілгендей еді. Айсұлу әдеттегідей үй ішінде анау-мынау тіршіліктермен айналысып жүрген. Сәл дамылдамақ болып жатын бөлмедегі креветке жата кетті. Көзі ілініп кеткен екен. Түсінде жұмсақ құмның үстінде жалаң аяғымен олайда бұлай балаша ойнап жүгіріп жүр екен. Кенет селк етіп оянып кетсе, қос аяғының үстімен бір жылан сусылдап өтіп бара жатыр. Айсұлу «Ойбай!» деп ышқына айқайлап, аяғын сілкіліп қалғанда жылан ұшып түсіп жоқ болды. Әйелінің үрейлі түрін көрген Дәурен әйелімен 2 баласын қалаға төркініне жіберіп, өзі үйдегі жылан атаулыны өлтірмек болып үйінде қалады. Ертеңіне жұмысқа бармай, жыландардың жарыққа шығуын күтіп отырады. Кенет теледидар қоятын үстелдің артқы жағынан басы қылтиып шыға еденмен бойлай жоғарылаған жыланды көріп, қолындағы балтасымен 5 бөліп тастайды. Осылайша көзіне көрінген жыланның бәрін балталай береді. Бірақ Дәурен мұнша жыланның үйге қалай кіріп, олардың қай жақтан шығып жатқанын ұққан жоқ. Бар ойы жыландарды жою. Жоғарылаған жыланның бәрін өлтіріп бітірдім дегенде әйел мен балаларын қайтадан ауылға шақырып алады. Үйде жыланның қарасы көрінбеген ерлі-зайыптылар енді тыныш өмір сүреміз бе деп ойлаған. Бірақ бұл ойлары бекер болып шықты. Түн ауа Айсұлу ауа жетпей қиналып оянып кетті. Көзін ашса, бір жылан оны қылғындыра мойнынан оралып тұр екен. Қимылдай қалса, одан сайын тұншықтыра түсердей еді. Есіктің табалдырығында жолдас Дәурен аузынан ақ көбік атылып, өлім аузында жатты да, артынша қинала шығарған дауысы да үзілді. Жанында жатқан қос құлыншағы жалаңаш күйде әлдеқашан ажал құшқан.
Айсұлу қос қолымен жыланды тартқылап тырысып көріп ет болмады. Қол-аяғы тыпырлап айқай салуға да шамасы келмеді. Ақыры соңы демін шығарды. Бақсақ баққа екен демекші, бір шаңырақты бір түнде өлтіріп шыққан ордалы жыландар екен. Олар өздеріне қастық қылғандарды жер бастырып жүргізбейтін көрінеді. Ел арасында үйге жылан кірсе, басына ақ қойып еппен шығару керек дегенді жиі естиміз. Сонда ол ешкімге зиянын тигізбейді екен. Жалпы өлтіріп жатқанда жылан 6 басым аман болса, 6 күнде тірілем, 7 құйрығым аман болса, 7 күнде тірілем деп айтып жатады екен. Қайсы бір тіршілік иесінің жағымсыз факторға қарсылық көрсететін қасиетке ие екенін білеміз, бірақ жыланның кегі түбінде жақсылыққа апармайтындығы белгілі болғандай.